Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 10-шы күні ауыз ашарға күріш подливімен дайындайтын боламыз. Ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып алып, пісіріп аламыз. Күрішіміз пісқанша подливін дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға сарымсағымызды салып қуырып, оның үстіне етімізді саламыз. Жақсылап тұрып араластырып қуырамыз. Дәміне қарай үстіне тұз бұрышын саламыз. Жақсылап тұрып араластырып, біраз баяу отта пісіріп алып етімізді. Одан кейін үстіне сәбізімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып, үстіне суымызды құйып, еті мен сәбізін пісіріп аламыз. Мінекей біздің күріш подливімен дайын болды. Сіздерге де осылай ауыз ашарға дайындап көруге ұсынамын. Ендігі кезекте шаймен жегенге блины творожный начинкамен жасайтын боламыз. Бізге керегі 2 жұмыртқа. Үстіне қантымызды қосып, жарты шай қасық нан содасын, тұзымызды, 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 кружка айранымызды құйып, жақсылап тұрып араластырып, одан кейін тағы да 1 кружка ұнымызды біртіндеп қосып араластырамыз. Бәрін жақсылап тұрып араластырып, үстіне 1 кружка қайнаған суымызды құйып, тағы да араластырып, 10 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін блини пісіретін табамызды қыздырып, осылайша блиниді құйып, 2 жағын бірдей пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте творожный начинкасын дайындаймыз. Творогтың үстіне 1 йогуртты қосып, жақсылап араластырып, біз үйде тәттіні жақсы көргендіктен үстіне тағы да 2 ас қасық қант қостым. Бәрін жақсылап тұрып араластырып, блинімізді алып, ортасына творожный начинкамызды саламыз да, осылай шет жақтарын бүктеп, осылайша орап, әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Достар, сіздер менің каналыма тіркеліп, тіркелу кнопкасының жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер келесі шыққан видеомды өткізіп алмай көретін боласыздар. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.